Қарашаның сұрғылт та суық күндерінің бірі еді. Аспанды қалың бұлт торлап, күннің нұрына орын қалдырмаған. Шеткері аймақтағы ескі, бір қабатты үйдің терезесінен қараған бойжеткеннің жүзінде мұң мен үмітсіздік қатар өріліп тұрды. Оның аты Айсәуле, жасы 25-ке енді ғана толған. Өмір оны еркелетіп көрмеген. Әкесі ол 3 жасқа толғанда қайтыс болған. Анасы жалғыз өзі 2 баласын асырап, әр жұмысты істеп, өмірден қашып кеткен. Айсәуле мектепті алтын белгіге бітіріп, жоғары оқу орнына грантпен түсіп, ақ халатты армандаған еді. Алайда анасының денсаулығы күрт нашарлап, оқуды тастап, үйге қайтуына тура келді. Содан бері ол ауруханадағы санитарлық қызметкер болып жұмыс істеп келеді. Жалақысы мардымсыз, бірақ басқа амалы жоқ. Сол күні ол жұмыстан шаршап үйге келген. Анасын жылы көрпемен орап, дәрісін беріп болған соң, шай қойып, терезе алдына отырды. Жүрегінде бір ауырлық бар еді. Кешкі аспанға қарап отырып, қашан менің де күнім ашылады екен, деп іштей күрсінді. Дәл сол сәтте есік тарс етіп ашылды. Ішке үсті басы лаймен қарға бұлғанған бір жас жігіт кіріп келді. Қолында үлкен қара сөмке. Жүзінен шаршағандық байқалады, бірақ көздері отты. Бұл Айсәуленің ағасы Нұрсұлтан, ол бұған дейін 3 жыл бойы хабарсыз кеткен еді. Нұрсұлтан, деп айқайлады Айсәуле, көзіне жас толып. Сәуле, кешір мені, деді ол. Құшақтар сәтте, бөлменің іші үнсіздікке толды. Сыртта қар жауып тұр. Бірақ бұл үнсіздік дауыл алдындағы тыныштық еді. Сол кеште Нұрсұлтан басынан кешкендерін айтты. 3 жыл бұрын жұмыс іздеп шетелге кеткен ол, бейтаныс адамдардың алдауына түсіп, заңсыз жұмыс істеп жүрген. Құжаттары тартып алынып, байланыс үзіледі. Қашып шығуға бірнеше рет тырысқанымен сәті түспеген. Тек соңғы айларда ғана бір адам көмектесіп, елге оралған. Ол сөмкесін ашып, ішінде салынған бір құпия қорапты көрсетті. Бұл ол жүріп жүрген елде кездейсоқ тапқан, бірақ өзі де мәнін түсінбеген зат болатын. Қорап ішінде көне күнделіктер, ескі фотосуреттер мен бір байлықтың орнын сипаттайтын сызба бар еді. Сәуле, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Бұл жай ғана сызба емес. Мен сенбейтіндей, бірақ бұл бір бай мұраның картасы сияқты. Қайда апарарын білмеймін, бірақ ішім сезеді, бұл жай нәрсе емес. Айсәуле басында сенбеді. Бірақ келесі күндері сызбаны зерттей келе, шынымен де оның бір тарихи орынға нұсқайтынын байқады. Бұл бір құпия үңгір туралы жазба еді. Біз баруымыз керек, деді Нұрсұлтан бір күні. Ал анамыз ше? Деді Айсәуле, ол үшін де бұл жолға шығуымыз керек. Егер біз шынымен де сол байлықты тапсақ, өміріміз өзгереді. Айсәуле ұзақ ойланып келісімін берді. Солайша олар жолға жинала бастады. Бірақ олар бұл сапарда тек қазына емес, тағдырдың өзі сынақ қалатынын білмеген еді. Айсәуле мен Нұрсұлтан қыс ортасында жолға шықты. Олар алдымен ірі елді мекенге, одан соң таулы аймаққа жетті. Қолдарында ескі карта, жол сілтейтін сызба, ал жүректерінде үміт пен қорқыныш. Сапардың алғашқы күндері қиын болды. Ауа райы қолайсыз, жол тайғақ, ал үңгірдің нақты орнын табу тіпті де оңай емес. Оларға бағыт берген көнекөз қариялар әртүрлі аңыздар айтты. Бірі бұл үңгірге кірген адамның қайтып шықпағанын, бірі онда тылсым күш бар екенін жеткізді. Бірақ Нұрсұлтан алған бетінен қайтпады. Бірнеше күн бойы тау-тасты аралап, сай-саланы зерттеді. Ақыры, бір жартастың астынан картаға ұқсас белгілер табылды. Бұл, сызбада көрсетілген белгілермен дәл келетін таңба еді. Олар үңгірге кірді. Ішінде ауа салқын, тас қабырғалар мүк басқан. Тереңірек кірген сайын, Айсәуленің жүрегі дүрсілдей бастады. Бір бұрышта көне сандық. Сандықтың ішінен алтын, күміс бұйымдар мен зергерлік заттар табылды. Бұл, сонау ескі замандағы байдың көмілген мұрасы болатын. Бірақ олар бұл қуанышқа ұзақ сүйіне алмады. Кенет, үңгірдің аузына бір көлік тоқтады. Ішінен 3 белгісіз адам шықты. Олар Нұрсұлтанның соңынан түскен еді. Себебі Нұрсұлтан карта туралы жүрген елінде абайсызда біреуге айтып қойған болатын. Қалдыр бізді. Бұл, біздің табысымыз. Деді Нұрсұлтан, ол сенің емес. Сен кімге тиесілі екенін білмейсің.
деді ішіндегі ең ірі денелісі. Қатты айқас басталды. Нұрсұлтан жараланды. Айсәуле көз жасын сүртіп, сандықты тастап, ағасын сүйрей бастады. Үңгірдің екінші шығатын жолы бар екенін сызбадан байқаған еді. Сол арқылы олар сыртқа шықты. Аман қалды. Сандық сол үңгірде қалды. Бірақ олар үшін ең қымбат өмір мен бірлік еді. Бірнеше аптадан кейін Нұрсұлтан жарасынан айықты. Олар тиісті орындарға барып, үңгір мен ондағы мұраны мемлекетке тапсырды. Сол үшін арнайы марапатқа ие болды. Айсәуле оқуына қайта оралып, арманына жақындай түсті. Анасы да енді емделуге мүмкіндік алды. Кедейліктен шықты ма? Иә, бірақ бұл оқиға оларды тек байлық емес, өмірдің шынайы құндылықтарын түсінуге үйретті. Тағдырдың сыйы расымен де ең күтпеген сәтте келеді.